Армағай, барма қазақ елі. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деп. Мен бүгін кімді қаным тамған жер Бірлік ауылы туралы сөз қозғайын. Бірлік ауылы атына сатсай, қаймағы бұзылмаған, бірлігі тарқамаған, тірлігі тоқтамаған, Еділбай қоймен аты дүйім елге танылған Жаңақала ауданына қарасты көрікті ауылдардың бірі. Бейімбет Балин, гүлденсе ауыл гүлденеміз бәріміз деп жайдан жай айтты дейсіз бе? Бұл мақал-мәтел жастарында терең шындық жатқандай. Өйткені ауыл деген қазақ, ауылдың жағдайы жақсы болса, тұрғылар дегенге саяды ғой. Қазіргі таңда Бірлік ауылында қандай жағдайлар болып жатыр, кеңінен тоқталсақ. Бірінші кезекте ауыл тұрғындарын алаңдататын мәселенің бірі жол. Ойдым шұқырдан шаршаған халық қашан жаңа жол салынады деп реніш білдіруде. Жол жаман болса, атаң да сүрінеді, атаң да сүрінеді. Бұл сөзді тұрғындар жақсы түсінеді. Біз бұны ауыл мен қалаға қатынаған сайын, ауданға қатынаған сайын көріп алып қайтамыз. Ауылдың сорына айналған мәселені шешу үшін аудан әкімі бастаған сала басшыларын бір жауабын береді деп ойлаймыз. Жалпы ауылдың жағдайы әрбір қазақ азаматын толғандыратын сөзсіз. Бұл мәселе шешімін тапса, дұрыс түрі бір болар анық. Сіздерге бүгін мән-жайдың бәрін жеткізген мен Боранбай Мұхаммедәлі Маратұлы арнайы Бірлік таңы бағдарламасы үшін.